Адам капиталы жеке бір адамның ғана емес, тұтас мемлекеттің азығы, қазынасы. Кез келген жанның бойындағы білімі, қабілеті, тәжірибесі қазіргі бәсекелестік замандағы басты құндылығы саналады. Ал мемлекет үшін адам капиталы еңбек ресурсын жақсартуға жұмсалған инвестиция. Еліміздің ең басты байлығы адам капиталы. Конституциямыздың 1-ші бабында Қазақстанның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жазылуда осының айғағы. Кез келген мемлекет үшін адами капитал басты өлшемге айналды. Осы орайда біліктілік мәселесі айрықша маңызға ие болып отыр. Әр азамат өзінің жеке жетістігі арқылы бүкіл елдің табысты болуына, өсіп өркендеуіне үлес қосады. Сондықтан бүгінгі отырыста адами капиталдың негізгі бағыттарын дамыту мәселесіне арнадық. Бұл білім беру, ғылым және денсаулық сақтау саласы. Жаңа ахуал білім беру және ғылым жүйесін түбегейлі реформалауды талап етіп отыр. Енді бұл саланың маңызы арта түсетіні анық. Тіпті экономиканың өзі соған тәуелді болмақ. Егемендіктің елең алаң шағында елде білікті кадрлар мен заманауи білімді мамандар жетіспеді. Жас мемлекеттің аяғына тік тұрып, ел еңсесі көтерілу үшін реформалар жүргізу қажет еді. Дәл осы кезде дарынды жастарды шетелде білімін жетілдіруге жіберу идеясы пайда болды. 1993 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Болашақ халықаралық стипендиясы құрылды. Биыл қараша айында Болашақ бағдарламасына 27 жыл толады. Осы уақыт ішінде 13.870 Қазақстан азаматы стипендия иегері атанып, 10 мыңнан астам түлек алған білімі бойынша еліміздің түрлі саласында қызмет етуде. Әлемнің озық оқу орындарында оқып, елге оралған жастардың 99% мамандығына сәйкес еңбекпен қамтылған. 2020 жылдан бастап бағдарламаны іске асыру жүйесіне кешенді өзгерістер енгізіліп отыр. Басым мамандықтар тізімі мен Болашақ бағдарламасы аясында ұсынылған шетелдік оқу орындарының тізімін жасақтауда сапалы тұрғыда талап күшейтілді. Әлемдегі ең алдыңғы қатардағы 4 академиялық рейтинг, соның ішінде QS, Times Higher Education, IRWU Academic Ranking of the World Universities және US News Global'дың ең алдыңғы қатардағы жоғары оқу орындар сол 4 рейтингке кірген. Сонымен қатар экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдердегі жоғары оқу орындардың US News Global рейтингісіне сәйкес ең кемінде жаһандық 65 баллды жинақтаған ең алдыңғы қатардағы жоғары оқу орындар кіреді. Жаңа ережеге сай, Болашақ бағдарламасы 4 бағыт бойынша оқуды ұсынып отыр. Олар магистратура, PhD докторантура, медицина саласы бойынша резидентура және тағылымдама. Сонымен қатар үміткер бағдарламаға қатысу үшін құжатты электронды үкімет порталы арқылы ғана тапсырады. Бұрын үміткерлерді іріктеу 6 кезеңнен тұрса, қазір 3 кезеңге қысқартылып, іріктеу барысында адами факторлардың орын алмау мәселесі ескерілді. Одан бөлек, елге оралған түлектердің мемлекет алдындағы міндеттемесі де айқын түрде бекітіліп отыр. Егер түлек республикалық маңызы бар 3 қала, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкентте еңбек өтілімін өзінің мамандығы бойынша өтетін болса, мерзімі 5 жыл. Ал түлек алған мамандығы бойынша Қазақстанның аймақтарында, соның ішінде облыстарда, сонымен қатар аймақтардағы білім беру ошақтарында еңбек өтілімінен өтетін болса, олардың еңбек өтілімінің мерзімі 3 жыл құрайды. Қазақстанның жастарын алыс жақын шетелдерде оқытып қана қоймай, білім берудің озық үлгісін, заманауи жүйесін өз елімізде жасақтау қажет. Осы мақсатта 2010 жылы елордамызда Назарбаев университеті ашылып, алғашқы студенттерін қабылдай бастады. Бүгінде Назарбаев университеті студенттерінің 98% білім гранты бойынша білім алуда. Сондай-ақ студенттерге ай сайынғы шәкіртақы, базалық медициналық сақтандыру, жол жүру ақысы бойынша жеңілдік төлемақы қарастырылған. Оқу орны білім грантынан бөлек өзінің ішкі грантын да ұсынуда. Оның ішінде Абай атындағы және Ыбырай Алтынсарин атындағы, сондай-ақ Ұлттық банк ұсынатын гранттар тізбегі бар.
На сегодняшний Бүгінде день Назарбаев университеті университет алдындағы дайындық бағдарламасын ұсынып отыр. Бізде бакалавр бойынша 22 бағдарлама, магистратура бойынша 29 бағдарлама, докторантурадан 15 бағдарлама жасалған. Сондай-ақ біздің оқу орнында медицина доктора және резидентура бойынша 6 бағытта оқытатын бағдарлама жұмыс істеп тұр. по 6 направлениям. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан әлемдік білім беру жүйесінің үдерістерін басшылыққа ала отырып, білім мен ғылымды интеграциялау жағына елеулі қадам жасады. Нәтижесінде Назарбаев университеті адами еңбек ресурсын дамытуды басшылыққа ала отырып, әлемнің ең үздік университеттерімен және жоғарғы мектептерімен мобильді байланыс орнатты. Университет оқытушыларының 80%-тен астамы шетелде халықаралық дәрежеде білім алған мамандар. Мы отправляем студентов в большое количество университетов. Біз студенттерді бірнеше университеттерге жібереміз. Олардың саны жылдан жылға өсіп жатыр. Көптеген университет бізбен мобильді байланыс орнатуды ұсынуда. Олар еуропалық университеттер. 15-тен аса серіктесіміз Европа елдерінен. Мысалға Берлиндегі Гумбольдт университеті, Мадрид автономды университеті, Валенсия университеті ол өте мықты инженерлік мектебі бар оқу орны. Сондай-ақ Азиядан, Жапониядан, Қытайдан серіктестеріміз бар. Японии, в КНР. Елімізде дарынды жастарға қолдау көрсетіп, әр салада көзге түскен таланттардың жұмысына грант бөлуде Нұрсұлтан Назарбаев қорының қызметі ерекше. Аталған қор 2007 жылдан бері білім ғылым саласында түрлі байқаулар ұйымдастырып, жаңашыл жастардың қанатын қатайтып келеді. Осы уақыт ішінде Нұрсұлтан Назарбаев қоры білім беру, әлеуметтік және қайырымдылық жобаларды жүзеге асыратын елдегі ірі алаңға айналды. Қордың стипендиясы жастарға оқуда, спортта және ғылымда өз әлеуетін жүзеге асыру үшін тамаша мүмкіндік. Нұрсұлтан Назарбаев қорының стипендия атану үшін белгілі бір талаптарға сай болу керек. Мәселен, кемінде 2 оқу курсын сәтті аяқтаған және академиялық үлгерімнің ең жоғарғы көрсеткішін иеленген жастар. Сондай-ақ оқу орнының, қаланың немесе республиканың ғылыми зерттеу және практикалық қызметіне белсенді түрде қатысқандар стипендия иегері бола алады. Для студентов предусмотрена программа. Студенттер үшін арнайы стипендия тағайындау бағдарламасы жұмыс істейді. Ол жыл сайын білім ғылым саласында үздік жетістікке жеткен таңдаулы шәкірттерге бөлініп отыр. Жас ғалымдар үшін бірнеше бағдарлама бар. Мәселен, ғылыми зерттеу жұмыстарына шығармашылық жастардың жобасына арналған гранттар бар. Сондай-ақ қор шетелге тәжірибеден өтуге баратын, ғылыми конференцияға қатысатын жастарға да грант бөледі. В зарубежных каких-то конференциях. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің кезекті отырысында білім және ғылым министрлігіне 2025 жылға дейін Қазақстандық 10 жоғары оқу орнын әлемнің ең үздік 500 университетінің қатарына енгізуді тапсырды. Президент білім ғылым саласының өзекті мәселелерін атай келе, алдағы жылдары бюджеттен бөлінетін қаражат көлемі 6-7 есе ұлғаятынын айтты. Демек, алдағы уақытта жас ғалымдар мен білім саласындағы мамандардың бойынан табылуы тиіс талаптың да жүгі ауырлай түсері анық.